Жалпы сіздерді осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығына біраздан бері келіп жүр деп естігенбіз. Бұл жаққа келіп жүргендеріңіз қанша уақыт болды? Бұл жақта қалай уақыт өткізесіздер? Жалпы ұнайды ма? Мына белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ұжымы дейміз ғой. Соған келгенімізге 4 ай болды. Давление өлшеуден бастайды. Бәрі ойдағыдай болғаннан кейін қалған жалғастырамыз. Физиология басталады, бір күн йога болады. Содан кейін мына спорт залға кіріп, жаңағы бегущий дорожка дейді, сонда боламыз. Сарапа, Жадыгер аға, менің келесі сұрағым, енді отбасы болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Бұндай жағдайда кім алғашқы өзінің кінәсін мойындайды, немесе кешірім сұрайды деген сияқты. Сол жағдайда сіздер қалай тіл табысасыздар? Сол туралы? Өте дұрыс айтасыз. Өмір болғасын бәрі де болады. Шын аяқ сылдырамай жүрмайды дегендей. Енді осы жасқа дейін жаңағы өмірімізде қызықта болды, шыжықта болды дегендей. Кешірімді бола білу керек. Бірімізді біріміз түсінуіміз керек. Себебі ана балдардың көзінше біріміздің жаңағы ұрысып жатқанымызды білдірмейміз, есіртпеу керек. Себебі деген қазір заман бөлек, балаға басқаша түсініп қалуы мүмкін. Содан кейін жаңағы бірімізге біріміз ашуланып нағатсақ, далаға шығып кетіп, или балдар жоқ кезде болады. Айтып аламыз дейсіз. Айтып аламыз, иә. Сол. Апа, сіз айтыңызшы, кім кінәні бірінші мойындап, бір ағамыз кешірім сұрай ма, или сіз өзіңіз кешірім сұрайсыз ба, қалай? Өмірдің енді ащы мен тұщы да бар. Енді біздің жігіттеріміз союздың жігіттері ғой. Бұлар қатты айтады, шындық ол. Қазіргідей емес, біз барлығында көтердік. Жылулықты көрсете бермейді. Иә, жылулықты көрсете бермейді. Бұлар не айтса да бізге заң болды. Бізге айту қол көтермесе, сол енді ол қандай сөз айтса да біз көтердік. Себебі бадар өсіп келе жатты, бадарға тәрбие керек. Сосын кешірім сұрау деген енді біздерде білмеймін. Болмаған сияқты, ол айтса да көтердім, күліп жеңетін едім. Мен күліп жеңемін не болса да, бұл кісі ашуланса сыртқа шығып кетеді. Өзінің сондай әдеті бар. Ашулана ма, айтып шығып кетеді. Балдардың көзінше енді сосын мына ас ішіп отырғанда, дастарханның басында артық сөз айтпауға, сосын ұрыс болмауға, осы қазір балдарымды да кейіндерді де солай тәрбиелеймін. Солай айтамын, айтатындарыңды басқа жерде айтыңдар, дастарханның басында татулық болу керек деп. Бір-бірлеріңізді еркелете білесіздер ме? Аға, сізге қояйыншы осы сұрақты. Еркелете білесіз бе деген сұраққа еркелете бар әне. Еркелет енді өз сүйіп қосылғаннан кейін еркелету де болады, бәрі болады ғой өмір болғаннан кейін. Еркелету болады, ол сыйластық, сол ортамызда айтады. Керемет. Керемет сондай өміріміз. Қанша балаларыңыз бар, қанша ұрпақ тәрбиелеп өсіріп отырсыздар, жалпы балаларға қандай тәрбиені ең басты етіп беруге тырыстыңыздар? Үш баламыз бар, бір қыз, екі ер баламыз бар. Қызым Орал қаласында тұрады, семьялы. Өзінің отбасы бар. Ер балдарымыз бір балам Көрінде тұрады, бір балам Ақтөбеде тұрады. Ер балдарды папасы тәрбиеледі, оқы, білім ал, ертеңгі күні анаң өзіңнің болашағың келешегің деп. Қызым өзімнің тәрбиемді алды. Отбасында қалай болу керек, ата-ене, жолдасыңды, балаларыңды қалай тәрбиелеу керек. Қызым өзімнің тәрбиемді шүкір жақсы. Немерелеріміз бар. Немереміздің алды жетімізде қазір. Жадыгер ағай, Сарапай, бүгінгі мереке қарсаңында берген сұхбаттарыңызға көптен көп алғысымызды айтамыз. Бізде мына ішкі саясат бөлімінің басшысы Қаниятов Нұрсұлтан Әбутәліпұлының сіздерге алғыс хаты бар, соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын.